Сәлем барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай? Осылай униформамызды киіп, баламды садикке апарып қайттым. Одан кейін үйге келіп көрпе-төсекті жинайын дедім. Жинамас бұрын мен бірінші от жағып ала салайын деп, солай от жақтым, күйеуімді жұмысқа шығарып салдым. Одан кейін жастықтың тыстарын, көрпенің тыстарын барлығын ауыстырдым. Неге өйткені бізде от жаққаннан кейін ыс болып кетеді, көрпенің бәрі кірлеп. Содан кейін тез апта сайын ауыстырып тұруға тура келеді. Сіздерде от жағатындар бар ма? Бар болса комментарийге жазып кетіңіздер. Одан кейін шкаптағы киімдердің барлығын реттестіріп, сорттап, оларды бөлек кір киімдердің бәрін бүгін жуып алайын, қой күн жылы деп, сонымен күн жылыны пайдаланып барлығын жуып алдым. Коридордың жаңағы кіреберіс жердің де паласын шығарып қағайын деп, сонымен ол жерде екі жер ғой, осы екі жер жаман шашылады да, есіктің алды таза тұрсын деп, сонымен есіктің алдын бірінші тазалайын дедім. Содан кейін күйеуім жоқ кезде өзім пысық болып кетемін, қағып, ал күйеуім бар кезде еркелеп қағып берші, ананы бүйтіп берші деп сөйтіп жүремін да. Одан кейін кіреберіс жерді сыпырып тастайын, осы жерді тазалап деп, одан кейін сыпырып тастадым. Одан кейін кіреберіс жерді сыпырдым, полдарын жудым. Осы жер тек лайланып топырақ болып кете береді, қазір жаңбыр жауғаннан кейін жердің бәрі лай, аяқ киіммен кіргесін. Содан кейін полды тазалап жуып алдым, кіреберіс жерді жуып алдым. Содан кейін барып қаққан кілемдерімді қойып шықтым. Осылай екіншісінде қойдым. Сосын кір киімдерімді алып шығып, кірлерді суыстып жуып тастадым.